Ақыл үшін, жан үшін, пайда үшін әмбебап нұсқау. Бәрі бекер болып көрінетін күндер болады. Күн зымырап өтіп, маңызды ештеңе істемедің. Мен сізге қарапайым, бірақ уақытпен тексерілген нұсқаулықты айтқым келеді. Бұл көп күш жұмсауды қажет етпейді. Бұл жасына, мамандығына немесе болашаққа жоспарына байланысты емес. Бұл үш қарапайым қадам күн сайын алға жылжып бара жатқаныңызды сезінуге көмектеседі. Ақыл үшін, жан үшін, пайдасы үшін. Бірінші бөлім. Ақыл үшін. Біздің миымыз бұлшықет тәрізді. Тапсырма бермесек әлсірейді. Егер біз оны шамадан тыс жүктесек, ол бұзылады. Сондықтан ақыл ой қамқорлық жасауды жақсы көреді. Таңертең немесе кешке 10-15 минут уақытыңызды бөліп, ойланыңыз, мен қандай жаңа нәрселерді білгім келеді. Бұл кез келген нәрсе болуы мүмкін. Кітаптың 2 бетін оқыңыз. Интернетте қызықты тақырып бойынша мақаланы табыңыз. Дәріс немесе подкаст тыңдаңыз. Әлемдегі жаңалықтарды қараңыз, бірақ жаңалықтардың шуын емес, шын мәнінде не маңызды екенін. Келесі қадам оны жазу. Телефоныңызға қағаз, дәптер, жазбаларды алыңыз және жазыңыз. Бүгін сіз 3 нәрсені үйрендіңіз. Сіздің ойыңызға 2 идея келді. Ертеңге бір мақсат. Осылайша сіз есте сақтау қабілетін жаттықтырасыз және істеген ісіңіздің бекер емес екенін байқауға өзіңізді үйретесіз. Екінші бөлім. Жан үшін. Жан абстракция емес. Бұл сіздің ішкі әлеміңіз. Және ол да назар аударғысы келеді. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, бүгін мені тыныштандыратын және жылы ететін не? Сыртқа шығып, жайбарақат серуендеңіз. Таза ауа алыңыз. Аспанға қараңыз, музыка тыңдаңыз, шай немесе кофе иіскеңіз. Өзіңізді жайлы және бақытты сезінетін адаммен танысыңыз. Немесе керісінше үндемеңіз және өзіңізбен жалғыз болыңыз. Ең бастысы, бар екеніңді сезіну. Сіз маңызды екенсіз. Және бұл ақшаны немесе үлкен қимылдарды қажет етпейді. Тек осы сәтте болыңыз және өзіңізді тірі сезініңіз. Үшінші бөлім. Пайдасы үшін. Біз пайдалы іспен айналысқанда, тіпті кішкентай болса да, айналамыздағы әлем тазарып, біз тыныштандырамыз. Үйде немесе жұмыста көптен бері кейінге қалдырып жүрген бір нәрсені табыңыз. Компьютердегі жәшікті немесе қалтаны тазалаңыз. Бөлменің немесе үстелдің бұрышын тазалаңыз. Қажет емес заттарды тастаңыз немесе оларды орнына қойыңыз. Сатып алулар тізімін жасаңыз, сондықтан оны сіздің басыңызда сақтаудың қажеті жоқ. Мұндай қарапайым нәрселер ұсақ түйек болып көрінеді. Бірақ олардың айналасында және ішінде тәртіп жасалады. Неліктен бұл маңызды? Ақылға, жанға және пайдаға қадам жасасақ, күн бос болмайды. Үлкен жоспарларыңыз болмаса да, күн ауыр болса да, өзіңіз үшін бірдеңе жасадыңыз. Және бұл сезім баға жетпес. Бұл нұсқаулықты қалай пайдалануға болады? Неден бастарыңызды білмесеңіз, таңертең оқыңыз. Кешке осы қадамдардан не істегеніңізді оқып, есте сақтаңыз. Немесе оны дауыс беру ретінде қосыңыз, және қадам бойынша орындаңыз. Есіңізде болсын, сіздің кішкентай жеңістеріңізді ешкім сіздей бағаламайды. Ақыл жаттықтыруды жақсы көреді. Жан тыңдауды жақсы көреді. Кішкентай, бірақ пайдалы нәрселерді жасаған кезде айналаңыздағы әлем жақсарады. Бүгін бір қадам жасадың. Ертең жаңа күн. Ал сіз жасай аласыз. Ақыл үшін, жан үшін, пайдасы үшін. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Идея авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.